Армысыздар қымбатты әріптестер. Біз Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтынан қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орай өткізіліп жатқан эстафетаны қабылдаймыз. Абай қазақтың ұлы ақыны. Абай қазақтың біртуар ұлының бірегейі. Абай поэзиясы қазақ поэзиясының алтын діңгегі. Абай өлеңдері біз үшін ұмытылмас мәңгілік мұра. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс шымыр келсін айналасы. Біз бұл эстафетаны Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалдарына, сондай-ақ Ақтөбе облысының педагог қауымына жолдаймыз.